Саламатсыздар ма балалар? Тоғыз құмалақ ойынын бастаймыз. Тоғыз құмалақты жақсы меңгеру үшін қандай қағидаларды басшылыққа алу керек? Бірінші, отаулардағы құмалақтарға жауапкершілікпен қарау, оларды жұп қылып ұстап, бет алды таратпау. Екінші, отаудағы құмалақтарды оң жақ отаулардан бастап ойнау. Сол жақ отаулар нөмір бірінші, екінші, үштен бастап ойнаған кезде оң жақтағы отаулар шабуылға икемсіз болып қалады. Үшінші, жүріс дәлдігін білу және жүріс санын қатесіз есептеу. Жүріс бастаушыдан және оның нөмірі 7-ші, 8-ші және 9-ші отауларында барлығы 5 құмалақ бар. Қостаушы ойыншының тақтадағы жағдайы да осыған ұқсас. Бастаушы ойынды өз пайдасына шешу үшін не істеу керек? Оған мүмкіндік бар ма? Ең алдымен ол өзіндегі құмалақтардың жүріс санын есептеу керек. Ескерту: ойын соңында құмалақтардың жүріс санын есептегенде оң жақ отаулардан жүру арқылы нөмір 9-ші отауға жинау керек. Тақтадағы жағдайды байыппен қарасақ, бастаушы оң жақ отаулардан бастап әр құмалағын жеке-жеке нөмірі 9-ші отауға жинаған кезде, онда 6 жүріс бар екені байқалады. Қостаушы ойыншы да осы әрекеттерді жасаса, онда да 6 жүріс болады. Яғни жазу үлгісінде бірінші жүріс 8-9, 8-9, 8-9, 8-9, 7-8, 7-8, 7-8, 7-8, 8-9, 8-9, 8-9, 8-9. Сонда тақтада төмендегі жағдай қалыптасады. Бастаушы ойыншыға енді нөмірі 9-ші отаудағы 5 құмалағын таратудан басқа амал жоқ. Ол атсырау жағдайына бірінші түсіп, жеңіліп қалады. Сондықтан бастаушы ойыншы жеңіске жету үшін 5 құмалақтан 2 құмалақ ұту тәсілін білу керек. Ол үшін не істеу керек? Бастаушы өзіндегі жүріс санын есептеп, аз болғанын білгеннен кейін құмалақ ұту тәсіліне көшу керек. Ол үшін төмендегі жүрістерді жасау керек. 8-9, 8-9, 7-8, 8-9, 7-8, 7-8, 8-1, 8-9, 9-2, 2-3, 8-9, 3-4, 9-1, 1-3, 9-1. Балалар, тоғыз құмалақ ойынның негізгі ережелерін есімізге сақтаймыз. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.